Атырау қаласында спорт зал мен футбол алаңы ашылды. Бұл спорт сүйер темір жолшыларға жасалған ерекше мүмкіндік. 2009-дан бастап біздің бір спорт алаңын салу арман болды бізге. Өйткені Атырау локомотив пайдалану депосында барлық спорттың түрі бар. Футбол командасы, волейбол командасы, баскетбол командасы, армрестлинг, енді қандай дейсіз, бәрі бар. Шахмат дейсіз бе, теннис дейсіз бе, бәрі. Тұрақты түрде жұмыс істейді. Кәсіподақ бюджетінің үнемделуі есебінен әр кәсіподақ комитеті өзінің күші келгенше қаржы қосып, осы спорт алаңына біздің қолымыз жетті. Спорт зал көпшілік көңілінен шығатындай жабдықталған. Қажетті спорт құралдары жеткілікті, санитарлық тұрмыстық жағдайлар да талапқа сай жасалған. Бұл Атырау жерінде екінші спорт алаңы 23 жылы Мақат станциясында кәсіподақтың арқасында осындай спорт алаңы ашылған болатын. Ол спорт алаңы біз жергілікті акиматқа табыстадық. Спортқа өте көп көңіл бөлеміз. Жаңа жалпы Атырауда емес, басқа жерде 22 жылы біз Ақтөбе қаласында тренажерді жалғасқан болатынбыз. Сонда спорт инвентардың бәрі сол кәсіподақтың қаражатына алған зат. Бүгін вагон пайдалану депосында Атырауда кішігірім тренажерный зал ашқан екен. Соған да спорт инвентардың бәрі кәсіподақтың қаражатына алынған заттар, нәрселер. Бұрын несі біздер спорт площадканы талдап жүретін едік. Ол біріншіден расход, уақыт тығыз болады. Қазір рахат, өзіміз площадкамыз. Қазір мысалы мына площадканың графигі бар. Бүткіл Атырау регион мекемелер осында ойнайды. Кешке сағат 8-ден 10-ға дейін график бойынша өте жақсы.